Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге электронды кітапша немесе флипбук жасау тәсілімен таныстырамын. Ол үшін кез келген браузерде флипбук Hazen деп жазамыз. Ашылған сілтеме арқылы өтеміз де өзіміздің Google аккаунтымыз арқылы тіркелеміз. Тіркелгеннен кейін бізде келесідей терезе ашылады. Бұл терезеден New Flipbook'ты басып, өзімізге қажетті құжатты жүктеп аламыз. Ол құжат PDF форматында болуы мүмкін, презентация форматында болуы мүмкін, немесе Word документ болуы мүмкін. Ашылған құжатымыз жүктеліп, келесідей түрге енеді. Flipbook'тың кез келген фон өзгертуге болады. Өздеріңізге ұнаған фонын қоясыздар және жабу батырмасын басасыздар. Одан кейін оған тақырып беруге болады. Мен өзімнің флипбугымды шағын кітапша деп атадым. Сіздер өздеріңіз кітаптарыңыздың мазмұнына байланысты кез келген ат берсеңіздер болады. Және астына мысалға орындаған студент немесе оқушы деп, немесе өзіңіздің атыңызды жазсаңыз болады және сақтаймыз. Одан бөлек флипбукқа сілтеме енгізуге болады. Ол үшін қажетті объектіні таңдап, өзімізге қажетті сілтемені көшіріп дайындап қойып, оны қойсақ болады. Келесі объект ол сурет. Суретті мен келесі бетке қоямын. Және суреттің орнына мен QR код қоям деп шештім. Ол үшін мен браузерде генератор QR кодовты ашамын да Mi QR-ға кіремін. Бұл жерде URL ссылка деп басамын да өзіме қажетті сілтемені көшіріп қоямын. Астына файлдың аты қалай болады, соны беремін. Типін таңдаймын, одан кейін генерацияны басамын. Өздеріңізге ұнаған кез келгенін таңдап, скачатты басасыздар да сақтап аласыздар. Енді ол сурет сияқты болып сақталғандықтан, мен оны қай жерге сақтағанымды тауып алам да, ол сурет сияқты қоя саламын. Қажетті өлшемді беріп, парағымның кез келген жеріне орналастыруға болады. Келесі объект бұл видео. Видеоны қою үшін келесі бетті ашып, өзіме таңдалған видеоны басамын YouTube'дан. Осы тәріздес кез келген видеоны қоюға болады. Сонымен менің кітапшам дайын, оны сақтаймын. Және бұның сілтемесін кез келген адамға WhatsApp арқылы жіберуге болады. Көшіреміз сілтемені, WhatsAppқа жібереміз. Дайын болған флипбукты сілтеме арқылы ашып көрейік. Бұл кәдімгі кітапша сияқты парақталып, QR кодымен, жаңа қойылған видеосымен парақталып ашылады. Бір ескертетін жағдай, егер сіздер оны өздеріңізге көшіретін болсаңыздар, ол тек PDF форматта көшіріледі. Тегін 5 флипбук береді. Мен екеуін жасап қойдым. Ол өз Google аккаунттарыңызда көрініп тұрады. Назарларыңызға рахмет.